Баршаңызға сәлем, құрметті менің тыңдармандарым. Өмір жолы арнасына қош келдіңіз. Арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, ой-пікірлеріңізді қалдыруға болады. Күлайханжан оқу бітіріп келгелі, бұл үйге де келімді-кетімді кісі аяғы көбейген. Сары кемпір оны сірә да сезбей жүрген жоқ. Қыдырмашылар тағы құр келмей, замандастарын қалай қолға түсірудің жайын білетін сыралғылары: «Әй семіз кемпірі, Күлайханжанның табысын жарылмай жалғыз өзің қалай жоя жатарсың?» деп кінәлай наздана, бірі «Өз қолымызда өскіш бала еді ғой, маңдайынан ескенші айналайының» деп көпе көрінеу қызының шашпауын көтере, келесісі «Осы сен тойыңды қашан жасайсың?» деп қырынала кіреді. Сол-ақ екен, Мағрипа төрт құбыласы теңелгендей көңілі шалқып, қолда барын дастарханға үйіп төгіп, арқа-жарқа жайылып сала береді. Дереу өзімен бірге жасасқан, өзі сияқты жатаған бүйірлі сары самаурынына жармасады. Оның бұлайша ақтарылар жөні де бар. Күлайханы тау қойнауынан қоныс тепкен, шағын ғана тірлігі бар, бүкіл әңгімені соның айналасынан ғана өрбітіп отыратын шалғай ауыл адамдарының бүгінде алдыңғы қатарлы қара таяқтарының арасында жүр. Ел қатарына қосылды деген осы шығар. Қашықтағы қаладан институт бітіріп келді. Бұл осы жаздағы дүмпуі әлі басыла қоймаған, ерекше де елеулі оқиғалардың бірі еді. Мағрипаның мерейін өсіріп, ел сияқты сықсиған кемпірлердің арасында абыройын көтеріп ақ тастады. Әділетіне келсек, алыс қаладан оқу тамамдап жатқан қыздарға бұл ауыл онша кендеместін. Бірақ бір өкініштісі, солардың ішінде ауылға қайта оралып келетіндері некен-саяқ. Бұл ауылдың кемпірлері тегінде соған үйренген. Қалыптасқан осы дәстүр бұзылып, Күлайханның туған ауылына оралып, мектепке дыңдай бір мұғалім бола келуі үлкендер арасында, әсіресе кемпірлер жағынан кереметтей ризашылық тудырып, ауыздан түспейтін жаңалық бұл күнде. Екі кемпірдің басы қосылған жерде Мағрипаның қызының келісті боп таралып-ақ өскен-ай, шіркін, жібекше ширатылып тұр десетін ауыздарының суы құрып. Бетім-ау, әлгі 15 жыл дәсердей ғып оқытқан Күләнданың қызына ұқсап, әке-шешені жерге қаратып, көлденең көк аттының етегінен ұстап тайып отырса қайтер едің? Өзіміздің ауылға келгенін айтпайсың ба? Есі бар бала ғой, сендер не десеңдер, о деңдер. Тәңірім Мағрипаға ризықты қыздан салған екен. Айтары жоқ, шешенің жағдайын ойлаған бала деп осыны айт. Есті бала деймін ғой, есті бала. Әлгі Бижамалдың жалғызын айтсаң шодан да. Бетім-ау, келіншегіме ауылдың климаты жақпайды деп қалаға кетіп қапты ғой, деп біреу бетін шымшылап, қарадай күйіп пісетін. Ол қушешекке біреу ауылдың климаты жақпайтын қаланың қызына үйлен деп пе? Ол несей? Айтамын ғой, осы күнгі жастар бұзылды деп. Балалар бұзылды ма, заман бұзылды ма, айыру қиын болды ғой. Күлайханнан басталған әңгіме осылайша ауылдың бар баласын бір-бір қағыстырып түгендеп шығатын. Бұл әңгіменің ұзын ырғағы Мағрипа мен Күлайханның да құлағына шалынбай жүрген жоқ. Еститін, естіген сайын марқая түсетін. Көріңдер бәлем Мағрипаның өсірген қызын. Келімді-кетімді кемпірлерге шай құйып отырып ол: «Шай алсаңдар шүтіге, сендерге не болған сонша? Самауыр сол қалпынша тұр» деп өзі педжегінің қалтасынан көлдей көк шағи орамалын алып, тершіген маңдайын сүртіп желпінетін. «Мынауың бір таза бұлдың қиығы ғой өзі, тәуірекіні көрініп тұрау» десетін оны да қалт жібермеген, әрі шыдап отыра алмаған кемпірлер. «Япыр-ай, сен осындайды қайдан аласың? Айтсаңшы бәлсінбей, бізге де берсеңші бар болса». Күлайханым екінші күрсінді де жүргенде әкеп берген еді деп шайдың буына жіпсіген қызыл шырайлы жүзіне қуаныш жүгіріп, қайта-қайта сүртіне түсетін өзі. «Біздің Күлайхан» деп бастар еді әңгімесін ол. Бала кезінен ерекше еді ғой, ерекше. Ауылдың бар шөпжелке қыздары жиналып, секеңдеп, доп қуып жүргенде ол кітап оқып отыратын. Күні бойы кітап оқуға бар, ал ойынға жоқ атама. Ол әдеті әлі әдет. Түнімен оқиды да жатады. 5 жыл оқығанда таусылмаған ол неғылған кітап екенін.
әуелі бар ғой, ондағы мұғалімдері ары қарай тағы оқы деп алып қалмақ болыпты. Институтыңнен де жоғары оқу болады екен-ау. Апырай, кемпірлер таңданысып, таңдай қағысатын. Сен екеуміз не білеміз? Мына тұрған стансадан ұзап не көрдік? Күлайхан айтса болғаны да. Жағдайын айтып, әрең сұранып келген көрінеді. Әйтпесе жібермегенде екен әуелі. Бұлай болар. Жақсы бала оларға да керек емес дейсіңдер ме? Кемпірлер шайға да, әңгімеге де бір шама қанып, қайтуға жинала бастады. Осы уақытқа қарай мектептегі сабақ аяқталып, түскі үзіліске Күлайхан да келетін. Әлгінде ғана тарқасуға оқталып отырған кемпірлер оны көрген соң тіпті де қайтқылары келмей қалатын. Қомпаңдасып кемпірлер қайта тізе бүгісетін. Кел күнім, кел, қарныңды ашқан болар. Сары кемпір бәйек болып, самаурынын еселеп, шоқ салып, шай жабдығына қайта кірісетін. Күлайхан төргі бөлмеге өтіп, кітап қағаздарын қойып келіп, дастархан шетіне ол да жайғасатын. Стол басына бір құшақ газет журнал ала отыратын. Күндегі әдеті осы. Бағанадан шүйкелерін созып, өзара қысыр әңгіме соғып, еш нәрсемен ісі жоқтай отырған кемпірлер мұғалім қыздың әрбір әрекетін көздерінің астымен бағуда еді. Күлайханның жүріс-тұрысында 25-тегі ой тоқтатқан қыздың орнықты мінезі бар. Аяң алысында, әрбір қимылында өзіне сенімді адамның қылығы жатыр. Сөйлеген сөзінен де ірілік танылып, әңгімеге араласқанда, ол өзі бұлай болу керек шығар. Мұның мәнісі мынадай. Баяғыдан солай болу керек қой. Бәсе, мен айтқанмын оған дегендей, кесіп-пішіп айту сарыны оған әдет болып алғалы қашан. Түсі де қатқылдау, адамға қарағаны суықтау ма қалай? Әлде бір талым селкеу шығармай, төбесіне қоқырайта түйген шашы солай көрсете ме? Әйтеуір, ол талай жыл мұғалім болып, дағдыланып алған жандай өте салмақты еді сырт қарағанда. Кемпірлерге қылтың-сылтыны жоқ, осы мінезі жағатын. Апа, асыңыз дайын ба? Қайда күнім? Түстен кейін барушы едің ғой. Директор тағы сағат қосып берді. Сенен жас, сенен жігерлі, арамызда ешкім жоқ. Сен істемегенде жұмысты кім істейді дейді ғой бәрі. Айтпадың ба ол директорыңа? Оқу деп көз майыңды тауысып келгенде бір жылша үстемелемей қоя тұрсын. Сары кемпір қомпаңдап біраз ұрсып алар еді. Дауысында реніштен гөрі тоқтық, көңілі толғандықтың нышаны, мақтаныш лебі көбірек сезілетін. Біздің Күлайханжан келмесе, осы ауылдың бар баласы түгел оқусыз қалатында екен ғой. Алдарындағы қаймақ қатқан құла шайды үнсіз сораптап отырған сықсима кемпірлер бұл сөзді қалт жібермей ішке түйіп, Күлайханжан құсап істеу керек қой жұмыс деген соң, деп қойып, бұлай шыға бере басқа әңгімені де гулетер еді. Қыдырмашы кемпірлердің арқасында ауылдастар арасында Күлайханның беделі күннен күнге өсуде. Ол туралы әзірге бірақ пікір бар. Бар ауылдың көрікті десең көрікті, оқыған десең оқыған, ақылды десең ақылды, жалғыз беткі ұстар бойжеткені. Қыз болса Күлайхандай болсын. Бұған жігіттердің де құлағы елеңдейді ғой. Бұл ауыл жігіттерге де бай еді. Әлгі кемпірлердің біразы да үйге барысымен-ақ осы күнге дейін үйленбей, сұр бойдақ аталып бара жатқан ұлдарының онсыз да жұқарған жүйкелерін одан сайын жұқарта түсетін. Қызға ебі жоқ ебе дейсіз. Енді қашан қостып жүрмексің? Сөйлеспейсің бе ана Мағрипаның қызына? Әлде мен барып сөйлесейін бе? Енді біреулері әңгімені бұлай тіке бастамай, Мағрипаның қызына кімнің маңдайы жарқырап тұр екен? Кімнің болса да бағы бар енеге туған бала, сыпайылығы қандай, кісі сыйлағаны қандай, деп алыстан орағытып күнде бір әңгімелеп қоятын. Осындай сөздердің әсерінен бе, оқыған қызға көз тігушілер де көп. Мағрипаның үйінің биыл шаруа жайының қамқоршылары ерекше мол. Бәрі Күлайханжанның арқасы. Күлайханның әр нәрсе туралы түбегейлі өз көзқарасы бар. Әсте оны көп өзгертпейді. Өз көзқарасың болғанға не жетсін? Мәселен, жігіт туралы. Күйеуге шығуға қарсы. Кездескеннің етегінен ұстап жүре беруге бола ма? Бұған күні ертең шешеге қарайласатын адам керек.
Төркініңе тасығанды екінің бірі ұната бермейді. Оған да көнетін адам ғана көнеді. Ол осы жағын көбірек ойлайды. Жігіттердің ішінде де небір ғажаптары бар ғой шіркін. Айлығын әкеп беріп, артынан анау қайда, мынау қайда деп есеп шотқа салып тарсылдатып отыратын тырсиғандардан Құдайым сақтасын. Ауылдағы көп жігіттің осындай қатал талапқа бір қыры келсе де бірі келмей әуре. Кейбіреулерін қыз жақтырмады, кейбіреуіне қыз жақпады. Ал Күлайханның мәртебесі одан сайын биіктей түсетін. Бірте-бірте Күлайхан туралы да әңгіменің ыстық суығы басылайын деді. Ондай келіннің өздеріне бұйырмайтыны да көбісіне аян. Жүрекке қыжыл салып, енді несіне айта берсін. Жігіттердің де біразы басында қыз көзіне түсуге ретін тауып, қалайда шаруасына болысқансып, тілге келуге жақындарын салып, ынталақ болып тұрушы еді. Келе-келе бұл қыздың өздеріне қол еместігін сезгендей. Тек Манарбек қана әлі күнге оқыған қыздан күдер үзбей жүрген. Манарбек аңқылдаған, аузын ашса жүрегі көрінетін ақ көңіл жігіт. Ауылдың механигі, бар айыбы, ауыл арасына әлі тарай қоймаған әдет, жынды суға үйір. Кемпірлер оның онысында кешіретін. Салт басты, ішпегенде не істесін? Ертең әйел алған соң қояды да, дейтін. Кемпірлердің бұлай кешіріммен қарауының тағы бір себебі, бала естияр болған кезде шешесі басқа кісіге тұрмысқа шығып кеткенді. Ол бір жағы соған да кектенетін рай танытады. Кемпекеңдер бір ауылға бір тентек деп оған онша мән бермейді. Ал өзінің қолынан келмейтіні жоқ. Осы жігітке Күлайханда да пәлендей кетер емес. Мағрипа тегінде осы елдің қызы болатын. Сондықтан ауылдағы балалар жағы оны тұтас әпке дейтін. Әпке, бүлінген бір нәрсеңіз жоқ па, жөндеп тастайын деп салдырлап, ол бұрын да келіп кетіп тұратын. Күлайхан оқу бітіріп келгелі тіпті келгіштеп жүр. Анда-санда түскі шайға тұспалдап келетіні бар. Апамның шайын сағынып қалдым деп, Күлайхан мектептен келгенде әңгіме соғып, шай ішіп отыратын кейде. Қыз келген соң кәдімгіндей қысылып, екі қолын қайда сыйғызарын білмей, өмірі тарақ дегенді білмейтін қайратты қалың шашын сипағыштай беретін. Күлайхан түсін бермей, стол шетіне келіп, қағаздарын қарай бастаса, одан сайын сасатын. Ондай кезде Мағрипа қызына кәдімгіндей киіп, тастасаңшы бір уақыт деп күңкете қалатын. Жиен қыздан мен қорқамын осы әпке дейтін Манарбек кейде шын көңілімен. Қанша салмақты болғанымен соқталдай жігіттің өзінен шын қаймығып отырғанын көрген қыз түрің құрсын деп күлетін. Күлайхан күлген соң үйдің іші көңілденіп сала беретін. Оған Манарбек самбырлап, ананы мынаны айтып, үйді басына көтеретін. Түскі үзіліс тез-ақ өте шығатын. Әпке, сыртқы қақпаларыңыздың тоспасы босап тұр екен, ертең құралдарымды ала келіп жөндеп берейін деп жігіт кететін. Қақпаның пәлендей қирап тұрған еш нәрсесі жоқ. Ертең келудің сылтау екені бәріне түсінікті еді. Жігіт кеткен соң екеуі шошайып, қоңылтақсып қалатын. Ауылға запқылып келіпті деген сөз тыз етіп тез тарады. Ол өзі тәмпиген ғана бір жапырақ қара қыз екен. Мәдениеттерін көтерем, ауыл ажарын көркейтем деп келген қызға қыс ішінде үй тауып бере алмай басшылары састы. Ойлап-ойлап, Күлайханның жанында жүре тұрсын деп Мағрипаның үйіне кіргізді. Олар бұған қуанбаса, басқа ойлары болған жоқ. Қуаныштың ашулануы да, қайтымы да жылдам, күлуі одан да оп-оңай, жап-жайдары бала мінез қыз екен. Өзінің жасы пәлендей жас боп тұрған жоқ. Күлайханмен шамалас, бірақ елгезек ұшып қонған жан. 10 жылдықты жаңа бітірген сияқты, мінезі алып ұшпа, ісі артын-күрдің. Мағрипа мен Күлайханның арасында осы үйдің кенже баласы сияқты аузын қомпаңдатып, ананы, мынаны бір айтып, езу жиғызбайды. Саябырлап қалған қыдырмашылар тағы көбейді. Жаңа келген қыз туралы деректер жинап, сынап алу керек емес пе? Оларға шай құйып отырып, Мағрипа, мұның бітіргені училище деген ең төменгі оқу көрінеді ғой, дейтін. Біздің Күлайханның оқуына қайдан жетсің?
Өзінің әке-шешесі жоқ көрінеді. Аға жеңгесі ғана бар екен. Жеңгеге қараған күн белгілі ғой. Туған шешесі болса, тұрмыс құрмаған қызын бүйтіп бетімен жібере ме? Дейтін тағы. Жігіттер жағы бұл үйді тағы жағалай бастады. Ауылға келген жаңа қыз бәріне таңсық. Бірде Мағрипа 2-3 күнге Айыртау жағындағы бауырының үйіне қыдыра кетті. Оған да көмектесіп жүрген Манарбек сол жаққа қарай баратын машинаның ретін тауып отырғызып жіберген. Сол күні бастаңғы жасамақ болды қыздар. Бәрін бастаған тағы Қуаныш. Қойшы, екеуден екеу отырамыз ба? Манарбекті шақырайық, апамның тоқымын қағайық деген. Күлайханға да бұл ұсыныс ұнаған. Басқан емес, Манарбекті шақырса несі бар? Келмей жүрген адам емес. Манарбек жалғыз келмеді. Жанында бір адам емес, 2 бірдей тоқан бар. Бір қызығы, осы ауылда кім көп? Тоқан көп еді. Жігіттердің көбісінің аты Тоқан. Бір-бірінен айыру үшін жұрттың әрқайсысына қойған қосымша аты және бар. Күлайхан кіреберістегі дәлізде аяқтарын сүртіп жатып сөйлеген сөздерінен ақ ұзын Тоқан мен сары Тоқан екенін таныған. Бұл екеуі жолдастын, үнемі бірге жүретін. Бұларды құрдас Тоқан деп бірге қосып та айтатын. Апамның тоқымын қағайын деп келдік, деді жарыса. Түрлетіңдер, түрлетіңдер. Қуаныш жүгіріп, столға тағы қосымша табақша, қасық қойып, зырылдап жүр. Күлайхан, жігіттер бұлай барайық деген соң бұлай деп Манарбек жігіттерді ертіп келгенін ақталғандай боп жатыр. Келген екенсіңдер, не тұрыс, столға отырыңдар. Деседе Күлайхан салқын қабақ танытқаны көрініп тұр. Столға отырғанымен состиып, еркін сөйлей алмай жабырқап қалды жігіттер. Бәрі де Күлайханның томсырайған түрінен батпай отырған сияқты. Қолайсыз тыныштық орнады. Ой, ауылдарыңыз сондай көңілсіз екен, деп тыныштықты Қуаныш бұзды. Неге қарындас? Деп жігіттер әңгіме табылғанына қуанып, сөзге араласып кетті. Неге? Өздеріңіз білесіздер де, жігіттердің бәрі жасық. Клубқа бір нәрсе ұйымдастырайын десең, еш қайсысы келмейді. Ойбай-ау, мына біздерді шақырмайсыз ба? 2 Тоқан кеуделерін соғып шыға келді. Хабарландыру жазып қойдық, келмейсіздер ме? Жоқ, бұл екеуін әдейілеп шақырмасаңыз бармайды, деп сөзге Манарбек те қосылды. Айтарын айтса да, Күлайханға бағдарлай қарап қойды. Қыздың жүзінде тіпті күлкінің нышаны жоқ, томсырайған қалпа. Кілең бір өнерсіз, жасық жігіттер жиналған ауыл екен. Қыздың сөзі жігіттерге батып кетті. Сіз олай деп қорламаңыз, өнеріміз жетеді, деп Манарбек қызбаланып шыға келді. Қалайша, өткенде көркем өнерпаздар үйірмесін құрайық деп жинап көріп едік, 5-6 қыздан басқа ешкім шықпады. Енді қай күні жиналасыздар, айтыңызшы, біз барайық өзі, деп 2 Тоқан бір-біріне қомпаңдасып қарасты. Барса, екеуі бәрін орнына келтіретіндей ақ белсенді. Сен екеуің қашаннан бері әнші едіңдер, деп ойлады да мырс ете түсті Күлайхан. Қыздың күлгенін қостағаны деп ұққан жігіттер бір жеңілдеп, тіпті Манарбек үф деп иығынан жүк түскендей күрсініп салды. Қуаныш орнынан тұрып музыка қойып келді. Үй ішін сазды әуен биледі. Күлайханның тіпті отырмағаны ұмыт болды. Үшеуі алдағы концертте қандай ән би керектігі туралы қызу айтысуда. Аузын томпайтып, қабағын түйіп, Қуаныш қарсы болған түр көрсетеді. Олар одан сайын қызулана дәлелдей түседі. Манарбек өзіне Күлайханның қадалып қарап отырғанын байқап, ыңғайсызданып қалды. Оны бірден сезген Қуаныш орнынан лып етіп тұрып, күй табақты ауыстырып келді. Жеңіл, ойнақы би әуені басталды. Қуаныш 2 бірдей Тоқанды ертіп, ортаға шығып, тау халықтарының бірінің биін билеп кетті. 2 Тоқан да қара жаяу емес екен. Үшеуі кәдімгідей бір кісідей ақ билеп жүр. Манарбек Күлайханға жақындай отырып, қолын орындықтардың арқалығына салған болып, қызды иығынан құшақтап өзіне тартты. Қыз жылы шырай танытпай, қабағы тырысқан күйі отырып қалды. Манарбек те қолын алып түзеліп отырды. Би де аяқталды. Қуаныш
әлгі музыканың ырғағымен әдемі майыса билей жүріп күй табақты өзгертті. Енді осы күнгі желдірме би басталды. Екі тоқан тіпті музыка тосып орындарына да отырған жоқ. Қайта билеп кетті. Ах, шіркін, бір өнердің жетіспей тұрған-ай, деп Манарбек жалын атып Күлайханға қарап биге шақырғандай болды. Қыз оның ыңғайын түсінбегендей отыра берді. Манарбек орнынан тұрып, билеп жүргендерге қосылды. Жігіт үшеу, қыз біреу. Түр дейтін түрі, бой дейтін бойы, не кескін ажары жоқ, шілтеген ғана қара қыздың бойынан осынша мінез, қылық шығып жатқаны ма? Қай жерінен шығады? Мінезі жеңілдейін десең, оған келмейді. Сөзі жылдам, қылығы шапшаң болғанымен ойлары байсалды. Өткенде бір жиналыста сөйлеп еді, басшылары да кәдімгідей сөзіне көңіл бөле иланып, айтқанымен санасуға тырысады содан бері. Кішкентайынан сыртты оқып, орыс арасында өскендіктен болар, деп түйді Күлайхан. Осылай деп ойлаған сайын, ол өзінің көңілінде әлде қандай бір мазасыздықтың, қобалжудың оянғанын сезді. Оның анық не екенін өзі де түсіне алмай тұр. Бір музыка бітіп, екіншісі басталды. Шошайып, оқшау отыра беруді ретсіз көріп, Күлайхан да орнынан тұрып, ыдыстарды жинастыруға кірісті. Үй иесі дастархан жинауға айналғанын байқап, жігіттер де биін тоқтатқан. Біраздан бері мұндай дырду көрмей, қызып алған екі тоқан әлі де жалғастырғылары келіп, «Давай, қазір кино бітеді, клубқа барып билейік», деп ұсыныс жасады. Бұл да жөн екен десті қалғандары. Ертеңгі сабаққа жоспар жазуым керек еді, деп Күлайхан тағы тырыса қалды. Неге жүйкесі жұқарып, шыртылдап тұрғанын өзі де білмеді. Әйтеуір, осылардың қай-қайсысын да жақтырмай тұрғаны анық. Кетсе кетсінші бәрі. Бірақ Манарбек бармай қалды. Әлгілерді шығарып салып, темекі тартып, далада тұрып қалған. Ыдыс аяқ жинастырған болып, біраз күйбеңдеп жүрген қыз, ол кіре қоймаған соң киініп тысқа шықты. Ағаш шарбаққа сүйеніп тұрған жігіттің қасына келген бұлда. Клуб жақтан ойнақы музыка келді құлаққа. Би басталған екен. Екі қыздың шырқата салған әні де жетті бір уақытта. Күлайхан қанша тырысса да, жастардың осындай ойын сауығына араласа алмай-ақ келеді. Әлденеше рет барып та көрді. Қоқайып шеттеп тұрады да қояды. Қыздармен шүйіркелесіп кете де алмайды. Көбісі өзінен кіші. Жоқтан өзгеге олар ыржалақтап күлсе, бұл күле де алмайды. Жұртқа күлкілі көрінгенмен, бұған еш күлетін нәрсе емес боп көрінеді. Іштей өзінің өсіп кеткенін сезіп, қайтып келуші еді. Ал бүгін ше? Бүгін бәрі басқаша сияқты. Өсіп кетпегендей, қайта ұлы дүрмектен, топтан бөлініп қалғандай бір күй. Ол осы ауылда менен асатын қыз жоқ деп келді емес пе? Тап қазір оған әндетіп жатқан ана сауыншы қыздар өзінен әлде қайда бақытты, солардың ісі баянды сияқты көрінді. Ол осы ауылдағы ең есті де ажарлы, оқыған десең оқыған, жалғыз бойжеткен екеніне әлі де өзін сендіргісі келеді. Бірақ іштегі мазасыз күдік басын көтере берді. Әлгі ойдан ба, қара суық желден бе, өне бойы қалтырай жөнелді. Темекісін тұқылына дейін қомағайлана сора түскен жігіт қолын күйдіріп алды білем. Анадай жерге атып жіберді. Қыз оның әлгі қимылына жымиып күлген. Қараңғыда жігіт оны көрмеді. Темекі шоғы біразға дейін қызарып жатып алды. Екеуінің көзі сонда. Шоқ сөнген кезде жігіт қыздың иығына қолын салып, «Күлайхан, бір нәрсе сұрайын, көңіліңе ауыр алма», деп иығынан қағып қойды. Бұл құшақтауы жігіт пен қыздың ынтық құшақтауы суы емес, ағаның, бауырдың жанашырлығы сияқты нәрседі. «Айтшы, осы сенің мінезің неге соншалықты ауыр? Әлде оқыған қыздардың бәрі осындай ма? Олай дейін десең, жұрттың қыздары жұтынып ақ тұр ғой, сен де жас емессің бе?» Қыз жүрегі зырқ ете түсті. Оның ар жағында сен де жассың ғой, ал өзің жасыңнан әлде қайда кексе, көпті көрген, орныққан егде әйелдердей көрінесің деген сөз тұрғаны айтпаса да түсінікті еді.
Бұл сөздің төркіні де қыздың қазіргі ішкі күйімен үндесіп жатқан. Қайдам, үйренген әдетім болар. Қыз мұны шын көңілімен айтқан. Үні мұңды, жабырқау шықты. Жас адам деген бұлай, ары қарай не айтарын білмей, жігіт мүдіріп қалды. Бәлкім қызды одан әрі жасытқысы келмеген шығар. Ал қыздың іші онсыз да алай-дүлей. Бұған дейін осы ауылдың мықтыларының бел ортасында жүрмін деп ойлауы бекер екен. Өзі пәлендей мән бермей, соның бітірген оқуы да оқу болып па деп келген қуаныш өзінен көш ілгері әрі нық тұрғанына, істеп жүрген ісінің әлдеқайда пайдалырақ екеніне көзі жеткендей. Жүр, біраз қыдырайық. Мұндай әрі-сәрі күйде адамды тастап кетуге болмайтынын жігіт ұғынған. Екеуі қатар келеді. Беті қабыршықтанып қатқанымен дымқыл қар басқан сайын ойылып, аяққа ауыр жүргізбейді. Біртіндеп клубтан жұрт тарай бастаған. Алдарынан қарсы келе жатқан қыз бен жігіттің нобайы шалынды. Анадайда тағы бір-екі жұп кетіп барады. Қарсы келе жатқандар бұларды таныды білем, қиғаштап өте шықты. Өтіп бара жатып тағы, ой, Күлайхан тәте көріп қойды-ау, деп қыздың жігіт қолтығына тығыла сыбырлағаны ап-анық естілді. Мынадай қараңғыда қайдан танысын? Бұл оқушы қыздары болды ғой. Олар мұның ойында дәл қазір бірнеше Күлайханның тайталасып келе жатқанын, соның біреуінің мына қыздың орнында неге мен емеспін? Осының жасында мен де осылай қыдырып жүрсем, қазір бәрі басқаша болар ма еді деп ойлағанын қайдан білсін. Бүгін сіздерге әсерлі әңгіме сыйлаған Өмір жолы арнасы. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар.